Сәлеметсіздер ме балалар? Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып қой. Бүгін сиқырлы сандық ойынын ойнайық. Сенің ойынша сандықта қандай әріп және дыбыс бар? Әрине, сен дұрыс таптың. Р дыбысы және әрпі туралы айтатын боламыз. Бұл суретте нені көріп тұрсың? Әрине, сен дұрыс таптың. Бұл раушан гүлі. Раушан гүлінде Р әрпі және дыбысы бірінші болып тұр. Бұл ненің суреті деп ойлайсың? Әрине, сен дұрыс таптың. Бұл керік. Керік сөзінде Р дыбысы және әрпі ортасында кездеседі екен. Бұл ненің суреті деп ойлайсың? Әрине, бұл анардың суреті. Анар сөзінде Р дыбысы және әрпі соңында кездеседі. Бұл ненің суреті деп ойлайсың? Әрине, сен дұрыс таптың. Бұл ара. Ара сөзінде Р әрпі және дыбысы кездесе ме? Әрине, ортасында кездеседі. Р дыбысы және әрпі үнді дауыссыз дыбысына жатады. Ол көк түспен белгіленеді. Егер де сен жазуды үйренгің келсе, дәл осы суреттегідей етіп, өзінің дәптеріңе жазып үйренсем болады. Ал енді тілімізді жаттықтырайық. Ра, гүлге қонды. Ара, ыр, ырылдайды, қасқыр. Берілген сөздердің ішінен артық сөзді тап. Арша, шар, алша, ара. Бұл сөздердің арасында қайсысы артық деп ойлайсың? Әрине, алша сөзі артық. Шара, орал, шона, арал. Бұл сөздердің арасында қайсысы артық деп ойлайсың? Әрине, шона сөзі артық. Қырларда құр деші, жайылып жүр деші. Біреуі қарауыл, қарабақ тұр деші. Ал енді өзің-ақ ыр деші. Ал енді балалар, өлең жаңылтпашты жаттайық. Ара, аралар, орманның бойын аралар. Гүлдерден сорып бал алар, бал тәтті ғой балалар. Келесі сабақты көру үшін арнамызға жазылып ал. Мен сені асыға күтемін.